Астана қаласындағы Дінмұхамед Қонаев атындағы нөмірі 66 мектеп лицейінде нағыз ер азамат болу, намыс пен жауапкершілік тақырыбында ашық диалог өтті. Іс-шара заң мен тәртіп айлығы аясында ұйымдастырылды. Бұл іс-шараның негізгі мақсаты жасөспірімдердің арасында құқық бұзушылықтың алдын алуға бағытталады. Сонымен қатар ер азамат деген ұғымды насихаттауға жаңағы рөлі зор. Сонымен қатар намыс пен жауапкершілік, ар-ұждан, азаматтық, патриоттық сезімдерін нығайтуға оқушылардың мол ықпал етеді деген сенімдеміз. Кездесуге 8-11 сыныпта оқитын ер балалар қатысып, қоғамдағы ер азаматтың рөлі, намыс пен жауапкершілік ұғымдары кеңінен талқыланды. Негізгі мақсат жасөспірімдердің құқықтық сауаттығын арттырып, заң талаптарын сақтауға деген жауапкершілікті қалыптастыру. Заң және тәртіп атты өткен жиында айта кетсем, өте керемет, өте тамаша өтті. Үлкен ағаларымыздың кеңесін білдік, ақылын тыңдадық. Айтады ғой, көпті білгеннен емес, көпті көргеннен сұра деп. Сол айтпақтайын, осы ағаларымыздың жолын басып, бұйыртса осындай бір жоғары лауазымды тұлға болуға барлық осы қазақтың ер азаматына нәсіп етсін. Ашық диалог алаңына Қазақстан Республикасы Мәжілісі Сенат депутаттары, сондай-ақ құқық қорғау органдарының өкілдері шақырылды. Спикерлер оқушыларға құқық бұзушылықтың алдын алу, цифрлық қауіпсіздік, заңға бағынудың маңызын нақты мысалдар арқылы түсіндірді. Біздің балалар ең мықты үйлерде тұру керек. Біздің балалар қандай болу керек? Ең мықты, жақсы оқу орындарында оқу керек. Біздің балалар қандай болу керек? Біздің балалар ең бірінші мұғалімді, екінші ата-анасын, үшінші достарын сыйлау керек. Бүгін нөмір 66 орта мектептің жоғарғы ұл балалар оқитын жоғарғы оқушылармен кездестік. Бұл жерге біздің Сенаттың 3 депутаты келді және құқық қорғау органдарының өкілдері келді. Біз заң және тәртіп бойынша, сонымен қатар балалардың болашағы, намысы, олардың оқу, білім, тәртібі туралы мәселелерді көтердік. 400-ге жуық баламен кездестік. Ең басты мақсатымыз заң мен тәртіпті орындау және балаларды тәрбиелеу мақсатындағы жұмыстарды айттық. Деген мәселелерді көтердік және балалардың сұрақтарына жауап бердік. Ең басты мақсат балалар оқу керек, екінші еңбек жасау керек, үшіншісі өз мамандықтарын таңдау керек. Іс-шара соңында оқушыларға адалдық, сабырлық және қоғамда өзін дұрыс ұстау нағыз азаматқа тән басты қасиеттер екені тағы бір мәрте ескертілді. Мамандардың пікірінше, өскелең ұрпақтың бойына адалдық пен жауапкершілік қасиеттерін сіңіру қоғамдағы тұрақтылық пен қауіпсіздіктің басты кепілі. Астана қаласы Диас Бақытжанұлы арнайы білім айнасы үшін.